Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің орама нан жасау тәсілімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен салқын суымызға 1 шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап ерітіп, араластырып аламыз. Кейін үстінен електен өткізілген ұнымызды қосып, қаттылау қамыр илейміз. Ұнның және судың мөлшерін барлығын видео астында описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Міне видеода көріп тұрғандай қолдарыңызбен қаттырақ басып қамыр илеп аламыз. Егер де кішкене бірікпей жататын болса, шетінен жай су қосуға болады. Міне осындай қаттырақ қамыр болады. Енді осыны салфан қалташасына салып, ең қандыруға қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін менде мынандай тартылған ет өзім тартып алдым. Осыған ұзынша жіңішкелеп туралған орам жапырағымызды, ұсақтап туралған пиязымызды және де үккіштен өткізілген картобымызды саламыз. Ұсақтап туралған аз көк қосуларыңызға да болады. Және де 30-50 граммдай сұйық май қосып жібересіздер кішкене. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз және де жарты шай қасықтай ащы қызыл бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Салмасына қалауларыңыз бойынша сәбіз немесе асқабақта қосуға болады. Қолымызбен пиязын және орам жапырақты қаттырақ басып араластырып аламыз. Міне осымен біздің салмамыз дайын. Енді жаңағы илеп қойған қамырымызды алып, теңдей 3 бөлікке бөлеміз және күлшелейміз. Енді осылай күлшелеп алдық. Енді қамырларымызды шетінен жаямыз. Бастапқыда осылай қолымызбен кішкене басып, кейін оқтаумен жаямыз. Осылай кішкене осылай жайып алғаннан кейін оқтауымызға орап, жұқа қамыр жайып аламыз. Міне осындай жұп-жұқа қылып жайып, енді ортасына сұйық май жағамыз. Құрметті менің оқырмандарым, алдағы уақыттағы түрлі рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Толықтай майымызды жағып алғаннан кейін ортасына салмасын салып, видеода көрсетілгендей жаймалаймыз. Енді осыны рулет тәріздес етіп орап, алдын ала майланып дайындалып тұрған манты қазанымызға саламыз. Қалған 2 қамырды да дәл осылай жайып, ортасына салмасын салып, манты қазанға жайғастырып, қайнап тұрған суға қойып, 45 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне осымен біздің орамаларымыз дайын болып шықты. Осылай пышақпен кесіп, ұсына берсеңіздер болады. Қалауларыңыз бойынша үстіне подлив жасасаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Ақбота.